Қайырлы күн. Қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығы дайындаған тарихи әдеби мұралар репрессия азабынан қалған із атты көрмені сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Тарих ғасырларды, сан мыңдаған жылдарды қамтитын тереңге батқан замана ағымы. Ал замана дәуірін туғызушы және қайта түлетуші әр адамзат баласының өмір тіршілігін және оның кезеңделуін, әр дәуірде өмір сүрген озық ойлы тұлғалар шоғырын, ғалымдар мен ақын жазушылардың рухани шырақтарын айтады. Жалпы отан тарих ғылымында әлі де зерттеуді қажет ететін сыры ашылмаған тарихтың ақтаңдақ беттері баршылық. Солардың бірі ретінде 1930 және 33 жылдар аралығында жүргізілген ашаршылық болса, 1937-38 жылдар аралығында жаппай жазықсыз жапа шеккен қуғын сүргін құрбандары туралы еді. Осы бағытта 1993 жылы 14 сәуірде жаппай қуғын сүргін құрбандарын ақтау туралы Қазақстан Республикасының заңы қабылданып, елбасының бастамасымен 1997 жылы жалпы ұлттық татулық пен саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу жылы, сондай-ақ 31 мамыр саяси қуғын сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні деп жариялады. Аталған тақырып аясында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев саяси қуғын сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне байланысты үндеуінде төл шежіреміздегі қайғылы кезеңдерді ұлттық бірегейлігімізден бөле жара қарау мүмкін емес. Сондықтан да біз саяси қуғын сүргін және ашаршылық құрбандарының рухына тағзым етіп, есімдерін мәңгі есте сақтаймыз деп атап өткен болатын. Осыған орай ұлттық орталық қорында 1930 жылдарында ашаршылық құрбандарымен жала жабылған тарихи тұлғалардың очерктері мен өмірбаяндары және қоғамдық өмірдің басқа да қырларын сипаттайтын кітаптар бар. Атап айтатын болсақ, 58 статья «Зар заман», 32-нің зұлматы профессор Қамбар Атабаевтың жетекшілігімен жасаған тарихи-этнологиялық экспедициясы, «Красный террор», сборник документальных материалов политической репрессии 20-50-х годов 20 века және тағы басқа да атауымызға болады. Сонымен қатар 1937-38 жылдар аралығында аяусыз болған тарихи оқиғаларды баяндайтын мемуарлар мен деректі құжаттарға толы ғылыми мұралар ұлттық орталық қорында сақтаулы. Атап айтатын болсақ, Жамбыл облысының мемлекеттік мұрағаты дайындаған «Жазықсыз жазаланғандар» атты кітабының алар орны ерекше. Бұл кітапта аталмыш жылдары жапа шеккен қаралы да азалы тізім оқырман назарына ұсынылса, ал оңтүстік Қазақстан облысының мұрағатшылары әзірлеген саяси қуғын сүргіндер, шындық пен қауесет құжаттар жинағы атты кітапта Шымкент филиалының қорларында тың мәліметтер мен құжаттар енгізілген. Осылайша біздің халық қуғын сүргін кесірінен жазықсыз жапа шеккен қайраткерлер есімдерін еске алу, олардың рухтарына құрмет көрсетуді әр уақытта да есінен шығармауымыз керек. Рахмет.